2011 жылы 22 ақпанда сейсенбі күні Крайстчерч қаласында табиғи апат болды. Зілзала бар болғаны 12 секундқа созылғанымен, мұның өзі миллиардтаған доллар шығын келтіріп, 185 адамның өмірін қиып үлгерді. Жаңа Зеландия бұған дейінде зілзаладан зардап шеккен еді. Әйткенмен, мұндай апатқа ұшырау сирек кездесетін. Сонымен бұл апат несімен ерекшеленді? Жаңа Зеландия отты шеңбер деген атпен белгілі сейсмикалық белсенді аймақта орналасқан. Бұл аймақ Тынық мұхиты платформасының периметрінен өтеді, және ол әлемдегі жер сілкіністерінің 90%-ның ошағы болып табылады. Жаңа Зеландия Тынық мұхиты мен Австралия платформаларының аралығындағы шекарада орналасқан. Солтүстікте Тынық мұхиты платформасы субдукция аймағы деп аталатын Австралия платформасының астына жылжиды. Ал оңтүстікте керісінше Австралия платформасы Тынық мұхиты платформасының астына жылжиды. Орталарында екі платформа қырлары бір-бірін қажайды. Алайда платформалар кез келген кезде еркін қозғалмайды. Олар көп жылдар бойы бір-біріне жабысып, көп мөлшерде қысымды жинақтай береді. Ақыр соңында платформалар босап шығып, жиналған энергия толықтай шығарылғанда жер сілкінісі туындайды. Алғашқы зілзала 2010 жылы қыркүйекте орын алды, бірақ адам өлімі болған жоқ. Ал 2011 жылы ақпанда Крайстчерчте болған жойқын зілзала шын мәнінде афтершок еді. Афтершок магнитудасы алғашқы зілзаладан аз болғанның өзінде, ол екі себепке байланысты көп кесірін тигізді. Біріншіден, алғашқы жер сілкінісімен салыстырғанда афтершок әлде қайда таязырақ болды, және қалаға жақын жерде орын алды. Бұл Крайстчерчте өте мол энергияның соққанын және 4 есе үлкен сілкініс туғызғанын білдірді. Екіншіден, төмендеу немесе трамплин әсері деген атпен белгілі құбылыс жағдайды одан сайын ушықтырған еді. Соққы толқындары жер бойымен өткенде, жердің төменгі қабаты жоғары қабатқа қарағанда жылдам қозғалады. Ал жоғарғы қабат астына түскен кезде төменгі қабатқа қатты соғылады. Бұл қозғалысты одан сайын өршітіп, қатты жерді сұйық балшыққа айналдырып жібереді. Бұл процесс сұйылту деп аталады. Ол жойқын су тасқынына әкелуі мүмкін. Крайстчерчте болған зілзала тіркелген апаттардың ішіндегі ең жойқын еді. Сейсмологтар осындай қорқынышты табиғи күштерді болжау үмітімен зілзала кезінде жиналған барлық мәліметтерді зерттеуде.